Сәлеметсіздер ме, тағдыр жол атты каналдың құрметті тыңдармандары. Өмірде болған шынайы оқиғалар мен әсерлі әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, арнама жазыла кетіңіздер. Ол кезде Талғат әлі бала еді. 5-ші сыныпта оқитын ойын баласы. Үйдегілердің келін түсіреміз деп бәйек қағып жүгіріп жүргенін қызық көретін. Ағасы Маратта қобалжып жүргені көрініп тұр. Шаштаразға барып, үстіне киім алып, машинасын жуып жүр. Ештеңемен шаруасы жоқ Талғат қана ойлайтыны болашақ жеңгесі. «Жеңгем әдемі ма?» деп қояды сығырайған көздерімен қулана күліп. «Суреті болса көрсетіп қойсаңызшы, көрейік», деді Маратқа. «Көз тиеді, келгенде көресің», дейді ол да жымиып. «Пәлесін қара, көз тиеді деп қояды. Соған қарағанда қатын жанды біреу болайын деп тұрсың ғой», дейді сөзге араласқан көрші әйел. Түнімен дайындық, нан пісіріліп, мал сойылып, қазан көтеріліп, барлығы жабылып жүр. Келесі күні ерте тұрып, Марат достарымен шулап кетті. Түске таман жолда торолдап жүрген балалар келе жатыр деп шулай жөнелді. Жайбарақат отырғандар орнынан тұрып, біреуі от жағып, біреуі шашуын алса, енді біреуі орамалмен тұра жүгірді. Пипылдатып бірнеше көлік көшені шулата келе, есіктің алдына тоқтады. Барлығы жабылып жүріп, ырым-сырымдары бар келінді үйге кіргізді. Жапырлаған елмен бірге үйге кіре алмай қалған Талғат ошақ басына кетті. Бағана әкесі, «Самаурының отыны бітіп қалмасын, мынаны жаңқалап отыр», деп табыстап қойған. Амалсыздан қолына балта алып, отынды жаңқалай бастады. Тек кешке қарай қолы босап, үйдің ішіне кіріп кетті. Бұл уақытта елдің барлығы дастархан басында гүлдеп, тойлап отырған. Талғат жатын бөлменің есігін сығалап ашып еді, қыздардың сыңғырлаған дауыстары естілді. Түрілген шымылдықтың ішінде жеңгесі мен бір қыз отыр. Қыздардың біреуі, «Кел, Талғат кірсеңші», деді. «Жақында жеңгеңмен танысуға келдің бе?» деп сығылықтайды. Келгені рас қой. Қысылмай барып жеңгесінің оң жағына отыра кетті. Қыздар да бір қызу әңгімеге кірісіп кеткен. Ендігі кезекте Талғаттың отырғанын ұмытып кеткен. Талғат асықпай жеңгесіне қарады да, іштей сұлу екен деді. Ағасына осындай сұлу жеңге тапқанына риза болды. Жеңгесі де Талғаттың өзіне сұғына қарап, қызға қарап отырғанын байқап қалды ма, қызарып кетті. Жаймен ғана жымиып күлді. Күлкісінің өзі қандай әдемі. Екі бетінің шұқыры көрінді. Жеңгесі Айдана мен Талғат тез тіл табысты. Мінезі ашық, саңқылдаған, қимылы да шапшаң. Айдана пысық болып шықты. Ертемен тұрып, бірінші күннен бастап сиыр сауды. Есіктің алдын сыпырып, ата-енесінің көңілін аулап, келген қонақты да риза қылып жіберетін. Онымен қоймай, әдемі даусы тағы бар. Ендігі кезекте ауылда Айданасыз той өтпейтін болып алған. Елдің барлығы тойларына шақырып, өлең айтқыздыратын. Үйде көп отырмай, жұмысына да шығып кеткен. Ауылда өзі бір жалғыз поштаға кіріп алды. «Кенже бала, қолың бос па? Жүр, сиырдың алдынан шығайық», деп арасында Талғатты алдап-сұлдап жұмсап алатыны тағы бар. «Жақсы болды ғой, әбден жұмса. Мына пәле біздің айтқанымызды өмірі тыңдамайды. Әкесінен ғана қорқады», деп қояды анасы. «Осы үйдің жалғауы кейін қайтеді екен», деп арасында Айданаға айтқыздырып, өзі де жұмыстарын істетіп алатын. Уақыт бір орнында тұрсын ба. 2-3 жыл өтсе де Айдана балалы бола алмады. Оның арасында қайын сіңлісі Риза тұрмысқа шығып, бір ұлды болып алды. Күйеу бала үшеуі төркіндетіп үйге қыдырып келеді. Төркінін сағынып қалған Риза қуанышты. Оларға арналып қой сойылып, «Асықпаңдар, мына қойдың етін бітіріп, бірақ кетесіңдер», дегенге мәз. Күнде бір үйге қонақтап кететіні бар. Ондай кезде Айдана, «Емін еркін жүріп қайтсаңдаршы, андағы жиенді тастап кет», деп баланы алып қалады. Осындай күндердің бірінде бөлмесіне жылап отырған жеңгесін Талғат көріп қалады.
Баланы соншалықты аялап құшақтап алған. Тебіреніп, иіскеп қояды. Көзінен аққан жасы нәрестенің бетіне тамып жатыр. Иіскеп, құлағына бірдеңке деп сыбырлап қояды. Айдананың бұл қылығын басқалар да байқап қойған болса керек. Барлығы үнсіз. Аптаға жетпей ризалар үйіне қайтып кетті. Анасы келінін жетектеп бармаған жері жоқ. Болмаған соң тәуіптерді де жағалап кетеді. Мараттың да мінезі өзгере бастайды. Бұрынғыдай әйеліне өлердей ғашық болып, елжіреп қарайтын көздер жоқ. Бірдеңке болса зекіп, боқтап жібереді. Ол аздай жүрісі көбейіп, үйге қонбайтын әдет тапқан. Айдана болса күннен күнге солып барады. Жеңгесінің бұрынғы сұлу жүзіне алғашқы сызықтардың түсе бастағанын байқайды. Тойға да бұрынғыдай барғанды қойған. Мектеп бітіретін жылы бір жұмыстармен аудан орталығына барған Талғат алыстан ағасының машинасын көріп қалады. Үйге машинамен қайтатын болдым деп қуанып кеткен ол қасына жетіп барады. Өз көзіне өзі сенбей тұрып қалды. Машинаның ішінде Марат бір әйелмен отыр. Араларында 2 жасар бала бар. Шүлдірлетіп, оны сөйлетіп жатыр. Бала сөйлеген сайын Марат құшырланып сүйіп, кеудесіне қысып қояды. Келген Талғатты көріп сыртқа шықты. Қайдан жүрсің? Үндемеді. Әлі есін жия алмай тұр. Не ғой, жеңгеңе көргеніңді айтпай-ақ қой. Жақсы ма? Деді көздері бақырайып. Айтпа үйдегілерге, деді де кетіп бара жатқан Талғаттың артынан айқайлап. Жүрегі шымылдап, көздері қарауытып кетті. Бала кезінде үйлеріне келін болып түскен жеңгесін жақсы көретінін осы кезде түсінді. Жеңгесіне жаны ашып кетті. Осы күндері әдемі сыңғырлаған даусымен өлең айтпайтын жеңгесінің ауыр жағдайын түсінгендей болды. Әскерге барып келген соң Талғат та үйленеді. Көрші ауылдың қызына құда түсіп, жоралғысын істеп, той жасалады. Сол тойдан жарты жыл бұрын Талғат үйленетінін айтқанда, Марат Айдана екеуі бөлек үй алып шығып кеткен еді. Кетерінде Айдана енесімен бір оңашада қалғанда, сіздердің қастарыңызда жүргенде білінбеуші еді. Мына үйдің тіршілігімен уақытынды өткізіп, Мараттың әйтеуір үйге қайтып келетінін біліп отыра беруші едім. Енді қайтемін. Қайткеннес, қайта бірге өздерің жеке өмір сүресіңдер. Бір-біріңе уақыт бөлгенге не жетсін? Уайымдама, барлығы жақсы болады, дейді енесі. Қайдам, апа, бұрынғы Марат жоқ, мен одан қорқамын. Олай деме, бір амалын қарастырамыз. Не істей аласыз? Білмеймін, бір ой келіп тұр, дегенде Айдана енесіне үміттене қарады. Түскен келін жүкті болса, тұңғышын саған алып беремін. Ол оған көнет дейсіз бе? Қайдам, қазіргі жастар көне қоймас. Сол үшін қалың малын көбірек беріп, алдымен әке-шешесін жайғастырсам болды деп отырмын, дегенде Айдана енесін құшақтап алады. Мені босқа үміттендірмеңіздерші, деп жылайды. Үйге келін түсіп, той біткенше Айданада тыным жоқ. Біресе Талғаттың көңілін аулап, біресе келіннің көңілін аулап, бәйек болып жүргенде Мараттың екінші қызы дүниеге келеді. Оны үйдегілердің барлығы естіп, біліп отырады. Ауылдық жерде сөз тұрсын ба, сыпылдаған сөздер желде есіп, жетіп келген еді. Абырой болғанда келін аяғы ауырлап, барлығы қуанышқа бөленеді. Іштегі бала 5 ай болғанда алдымен Талғатқа айтады. Бірінші соны көндірмек. Алғаш естігенде есі шығады. Апа, не деп тұрсыз? Гүлшат оған көнет дейсіз бе? Оны қайтесің балам, Гүлшатты маған қалдыр. Алдымен өзің не дейсің? Дегенде Талғат үндемей қалды. Баламды біреуге қалай беремін? Біреуге емес, туған ағаң ғой. Ағам баласыз емес. Қайтейін енді, түзде жүрмей өз үйіндегі отырсын дегенім ғой. Құдай қосқан адал жары бар. Айдалада жүргені менің қабырғама батпайды дейсің бе? Бере алмаймын, дегеніне қарамай, басын айналдыра береді. Біресе жеңгесі жылап, біресе анасы сұрап жүріп, Талғаттың келісімін алады. Сендер әлі жассыңдар ғой,
Құдайдың көзі түзу болса, дендерің сау болса, әлі талай балалы боласыңдар, деп Талғатты әбден майлайды. Келісімін алып алған соң, енді өзіне жабысады. Өзің бірдеңе қылып келіншегіңе айт, дейді. Айта алмаймын дегеніне қарамай, күнде түртпектей береді. Ақыры айтуға бекінген Талғат ыңғайлы уақытты таңдайды. Гүлшатқа айтқан кезде, есің дұрыс па, не айтып тұрғаныңды білесің бе? Жоқ, бермеймін, деп қарсы болады. Мен сендерге инкубатор емеспін, бала туып беретін. Жылда бір бала тумаймын. Осыдан баланы берсең, баласыз қаласың, деп айқайлап жылап, көгеріп отырып алады. Бірде енесі, бірде Айдана қоймай жалына бастағанда, жиналып төркініне кетіп қалады. Үйіне жылап келгенде, ата-анасы енесінің сөзін сөйлеп отыр. Амалсыз көнеді. Айы күні жақындап, шекесі торсықтай ұл туады. Қырқынан шығарғанша, Айдана келіп, қасына жатып алады. Қырқынан шығара сала, алып кетеді. Жылап, келін қалады. Сонда да қоймай, қарны ашты, жылады деп, 2 күннің бірінде баласына барып тұрады. Айдана балалы болғанымен Марат ондырмады. Киімін жинап, үйден кетіп қалады. Есі шыққан Айдана баладан айырылып қаламын деп ойлады ма, тірі жанға тіс жармай, бір түннің ішінде белгісіз бақытта баланы алып көшіп кетеді. Өзі әрең жүрген Гүлшат ата енесіне, күйеуіне ренжіп, үйден кетіп қалады. Тек бір уақыт өткен кезде ғана аяғы ауыр екенін біледі. Үйге қайтара алмай жалынған Талғатқа, егер менімен тұрғың келсе, бөлек шығамыз. Менің ренішім, балама деген сағынышым әлі тараған жоқ. Әке-шешеңді кешірмеймін, деп жылайды. 2 оттың ортасында қалған Талғат, басы салбырап, түнеріп жүрген күндердің бірінде әкесі: балам, сен бізді кешір. Өміріңнің ойранын шығардық. Келіннің реніші дұрыс. Біз қартайып отырғанымыз жоқ. Әзірге шешең екеуміз бір тамағымызды істеп іше алатын шамамыз бар. Саған рұқсатымды бердім. Бөлек шығып, бақытты болыңдар. Деген соң, Гүлшат екеуі бөлек шығып кетеді. Бір күні үйлеріне Айдана келіп тұр. Екеуінің таң қалғаны сонша, есіктің алдында тұрып қалды. Мені үйге кіргізбейсіңдер ме? Жеңге, қайдан жүрсің? Кір. Мен аспаннан түскендей болдым ба? Деп жағдайын айта бастайды. Мен мұнда келгенімді Айдосқа айтқан жоқпын. Талғат, Гүлшат, кешіріңдер мені. Сендерден кешірім сұраймын, деп ұзақ жылады. Бірдеңке болды ма? Неге кешірім сұрағыш болып қалдың? Деді Гүлшат қатуланып. Мен үлкен қателік жасадым. Айдосты сендерден алып кетіп, болашағын ойламаппын. Есі кіріп есейгенде әкесін сұрады. Топаспасым, сенің әкең, деп Маратты көрсеткен болатынмын. Оның арманын, әкесін іздейтінін білмеппін. Мектеп бітіріп, оқуға түскен жылы Маратқа барған екен. Оны қайдан білейін? Ашуланып келді. Марат, мен сенің әкең емеспін, деп қайтарып жіберген екен. Содан бері маған ашулы. Менімен сөйлеспейді. Сен мені тумаған екенсің ғой, анам қайда? Деп ашуланып үйден кетіп қалды. Көрмегеніме 3 ай болды. Кеше хабарласып, әкең мен анаңды таныстырамын, дедім. Кешіріңдер мені. Баланың өсіп, өзімді сұрақ қалатын ойлаған жоқ едім, деп егіліп ұзақ жылады. Аяқ астынан бұл оқиғаға Гүлшат қобалжып кетті. Талғатта не айтарын білмей сілейіп отырып қалды. Біз ертең келеміз. Бүгін сендерді ескертіп, дайындап қойғаным дұрыс шығар деп келдім. Ертең келсек болады ма? Деді сұраулы көзімен екеуіне кезек-кезек қарап. Талғат, әрине болады, дей беріп еді. Гүлшат, жоқ, болмайды, деді зілді даусымен. Не деп тұрсың? Балаңды көргің келмейді ме? Балаңды дейді. Өз қолыңмен бергенсің, жүрегімді ауыртып. Соншама жылда әрең жазылған жүрегімді тағы ауыртқың келіп тұр ма? Келді дейік, ал не өзгерді? Танысқысы келеді, деді Айдана Гүлшаттың ашулы түрінен шошып.
Кешірмеймін, 1000 жерден кешірім сұрасаң да кешірмеймін, деп бөлмесіне кіріп есікті жауып алды. Есі шыққан Айдана орнынан тұрып есікке қарай жүгірді. Оны тоқтатқан Талғат болмады. Ойламаған жерден бұл әңгіменің куәсі болған қыздары жайна жүгіріп үйден шығып кетті. Ол Айдананы қуып жеткен еді. Кешке әкесі мен анасының ортасында отырып, «Менің ағам бар екен ғой», деді. Осы уақытқа дейін бір адам айтпағанына таңым бар. Неге атам мен әжем ешқашан айтпаған, дейді. Араласпа үлкендердің ісіне, деп Гүлшат айқайлайды. Қалай араласпаймын? Сендерге бала керек емес пе? Маған бауыр керек. Қой дедім саған. Қоймаймын деп орнынан атып тұрды. Сол қалпы үйден шығып кетті. Талғат онсыз да осынша жылдар арасында өмірі өкінішпен өткен еді. Енді өзегі өртеніп, алғаш рет анасы мен жеңгесіне ренжіген еді. Осы оқиғаның кесірінен ағасы Маратпен де араласпай кеткен. Барлығына сол кінәлі деп есептейтін. Із-түссіз кеткен Айдананы талай іздеп барған. Бір рет тапқанда баланы өзінің атына аударып үлгерген ол бермей қойған. Соңғы рет баласын көрген кезде 3 жаста еді. Өзін ешқашан кешірмейтіндей болып бекініп алған. Арадан тек 3 күн өткенде кешкі уақытта үйлеріне Айдос келеді. Оны ертіп әкелген қарындасы Жайна еді. Алғаш баласын көргенде Талғат жас кезінде қандай қателік жасағанын түсінді. Өзінен аумайтын жігіт есіктен кіріп келе жатты. Айдос анасы Айданамен бірге тұрады. Үйлену тойына Талғат пен Гүлшатты шақырады. Өзі де Жайна тұрмысқа шыққанда тойына келеді. Талғатты әке деп, Гүлшатты ана деп айтпаса да жақсы араласып тұрады. Осымен әңгіменің соңы. Арнаға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.